Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте дәмді хачапури дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызды алып, жылы сүтімізді, жылы суымызды құямыз, үстінен құмшекерімізді саламыз, тұзды саламыз және де ашытқымызды салып, оның үстінен сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Електен өткізілген ұнымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Қолмен илеудің қажеті жоқ. Осындай күрекшенің көмегімен жақсылап араластырып алсаңыз жеткілікті. Қолға жабысқақ қамыр шығу қажет. Ұнды көп қосып жібермеңіздер. Сол кезде қамырымыз жұмсақ, әдемі болып шығады. Осылай қамырымызды лопатканың көмегімен осылай илеп алатын боламыз. Бетін жауып, жылы жерге 1-2 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Немесе пештің 50 градусына 40 минутқа қалдырсаңыздар осылай көтеріліп шыға келеді. Көтерілген қамырымызды алып, кішкене ұн сеуіп, қолымызға да ұн сеуіп алып аламыз да осы қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Бұл қамырдан бізде 2 хачапури шығады. Қамырымыз өте жабысқақ болады, сондықтан кішкене ұн сеуіп тұрып, осылай 2-ге бөліп домалақтап алатын боламыз. Осылай домалақ етіп дайындап алған қамырымызды қолдың көмегімен үлкейте отырып, жайып аламыз. Астына міндетті түрде ұн сеуіп отыруды ұмытпаңыздар, өйткені қамыр өте жұмсақ болғандықтан жабысып қалуы мүмкін. Енді кішкене оқтаумен үлкейтіп жіберсеңіздер болады. Алдын ала ірімшігімізді, яғни сырды 2 түрлі үкіштен өткізіп дайындап қоямыз. Мен сулунгуни сыры мен моцарелла сырын екеуін араластырып қолдандым. Сол 2 сырды осылай ортасына көптеу етіп салып алатын боламыз. Және де видеода көрсетілгендей етіп қамырымызды осылай жинаймыз. Қамырды осылай жинап болғаннан соң жақсылап жауып алатын боламыз, біріктіріп. Қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп жақсылап қысып, ішіндегі ірімшігіміз шығып кетпейтіндей етіп, қолдың көмегімен енді үлкейтеміз. Ақырын ортасынан бастап шетіне қарай осылай үлкейтіп алатын боламыз. Қатты жайсаңыздар жыртылып кетуі мүмкін, сондықтан қатты күш салмай, осылай ақырын ғана ортасынан шетіне қарай үлкейтеміз. Қамыр өте нәзік болып шығады, жұмсақ, керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Енді пешімізді қыздырып қойып, формамыздың астына пергамент міндетті түрде төсейміз. Және де нанымызды орналастырып аламыз. Бұлды ірімшік қосылған нан деп те атайды. Енді бетіне қызарып пісу үшін жұмыртқаның сарысын жақсаңыздар болады. Сол кезде біздің ірімшік қосылған нанымыз өте әдемі болып шығады. Және де кішкене бетіне сыр сеуіп қоямыз. Қызып тұрған 180-200 градус пеште қызарғанша осылай пісіріп алатын боламыз. Біздің хачапури көтеріліп әдемі болып шығады. Мінекей біздің хачапури пісіп шықты, қызарып өте әдемі болып. Қанша мөлшерде қосу керектігі видеоның астындағы описание бөлімінде жазулы тұр. Сол жерден қарап көріп жасай аласыздар. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Керемет дәмді болып шығады. Ішіндегі сыры ыстықтай жесеңіздер созылып тұратын болады. Егер видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, подписаться кнопкасын басып, міндетті түрде тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Поделиться батырмасын басу арқылы әлеуметтік желіде достарыңызбен бөлісуге болады. Өте керемет болып шығатын ірімшік қосылған нанымыз дайын. Ыстық күйінше жеңіздер, өте керемет болып шығады. Менің арнамнан өте көптеген керемет сәтті шығатын рецепттер, тегін мастер-класстар таба аласыздар. Сондықтан подписаться етіп қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Келесі видеода кездескенше.